Сәлем достар, привет друзья, мерхаба arkadaşlar. Мен сіздермен өзімнің сүйікті маскамен бөліскім келеді. Бұл масканы моншадан соң душтан кейін қолданған жөн. Өйткені терінің тесіктері ашық болу керек. Бізге тек екі өнім қажет. Біріншісі жұмыртқаның ақтығы, екіншісі қант. Жұмыртқаның ақ пен сарысын ажыратыңыз. Жұмыртқаның ақтығы теріге, әжімдерді кетіруге, тері тесігін тазартуға және тарылтуға, майлы жылтырды азайтуға көмектеседі. Безеуді, әртүрлі қабынуларды және қызаруды жеңуге көмектеседі. Жақсы жаққа өзгерістер бірінші қолданғаннан кейін байқалады. Бір жұмыртқаның ақтығына бір ас қасық қант қосамыз. Жақсылап венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Көбік пайда болғанша араластырамыз. Ғажайып маска дайын. Бұл масканы аптасына бір кере қолдансаңыз жеткілікті. Масканы курспен қолдану керек. Ең жақсы әсерді бір айдан соң аласыз. Яғни бір кере қолданып, одан кейін қолданбай кетпеу керек. Әдемі болғыларыңыз келсе, аз дегенде бір ай қолданыңыз. Тек бұл масканың аздап иісі болмаса, бірақ сұлулық үшін бәріне шыдауға болады. Кімде өте сезімтал тері болса, бұл масканы қолданар алдында аллергияның бар жоғын тексеріп алыңыз. Ол үшін аздап білегіңізге сүріңіз. Егер де қызару және қышу пайда болса, тез арада сумен жуып жіберіңіз. Масканы бетте 15-20 минут ұстаймыз. Кейін жылы сумен бетке массаж жасау арқылы жуамыз. Нәтиже бірден байқалады. Сіз балғын, жылтыр және сау бетті сезінесіз. Назарларыңызға рахмет. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма лайк басуды және жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар.